Бәріңізге сәлем, мен Қазира, каналыма қош келдіңіз. Бұл менде біз осы сымқаға тағылған қоңыр баудың қалай тоқылғанын көреміз. Бұл бау қатты, онша көп созылмайды. Бұл жұмыр, шынжырға ұқсайды. Осы баудың қалай тоқылғандығын көреміз. Ол үшін өзіңізге қажетті қандай жіппен тоқисыз, сол жібіңізді аласыз. Және бұны ең алғаш бұдан 3 ілмек жасаймыз. Тура осылай қарапайым тоқу әдісі. 3 жіпті жасаймыз. Біреу, үшеуінен бір өткіздік, екі өткіздік. Әрбір екі жіптен. Және кері бұрыламыз. Кері бұрылған кезде бұл жерде бізде мына жағындағы жіп біреу ғана болады. Мына жіп біреу ғана тұр. Бұл қазір екеу болады. Осы бір жіптен ғана өткіземіз. Мына жағына ең алғаш бастаған кезінде бұл жіп ұқсамайды. Бұл жақ ұқсамай тұрады. Біреуінен ғана өткіздік. Екеуінен біреу. Енді керісінше бұрылған кезде теңек мына жерде екі жіп тұр міне. Бір, екі жіп тұр. Осы жерден өткіземіз. Бір, екі. Осының екеуінен өткізіп, ілмек бізде екі жіп, екеуінен өткіземіз. Және кері айландырамыз. Кері айландырған кезде тура және сияқты екі жіп пайда болды. Сол екі жіптің екеуінен өткіздік. Және қолымыз ілмек бізде екеу қалды. Сол екеуінен тағы өткіздік. Мына жағынан да тура осылай қайталана береді. Сіз өзіңіздің қаншалықты ұзындықта қажет, соншалықты ұзындықта тоқып аласыз. Бұл жерде жіпті қатты тартып алудың қажет жоқ. Жіпіңізді қалыпты ғана. Боста емес, тартыпта емес. Тура осылай тоқып аламыз. Бізде сонда міне мынандай жіп пайда болады. Ең соңынан бітірген кезінде былай аламыз. Ілмек бізде 3 жіп қой. Сол 3 жіптен бірақ бір жолда аламыз. Бір жолда аламыз да былай бекітіп. Бекітпесек те болады негізінен. Осылай бір жолда алдық қой. Алғаннан кейін мына жіп мына жерден қиямыз. Қиямызда былай тартып алып шығып. Одан кейін мына ұқсап кішкентай болып қалған жіп бар ғой. Мына ұқсап екі жақ шетінде қалады. Ол жіпті мына жіптердің арасына былай жасырып тастаймыз. Мынау арасына қаншалықты жасырылғанға дейін біліндірмей жасырамыз. Бұл менен ұнаған болса, маған лайк басу арқылы білдіре аласыздар. Бұдан басқа да баулардың тоқылу видеолары бар. Келесі видеода көріскенше, мен Қазира.